Бетте қара дақтар кетпей қойды, қолыма да шығып кетті. Дәл осындай мәселе қазір кезде 5 адамның кем дегенде біреуінде кездеседі. Көптеген адамдар осының себебін білмей, емдесе де дұрыс емдемей жүреді. Сіздерге осының нақты 2 себебін айтып кетейін. Біріншісі, адам организмінің беті мен қолына, денесіне қара дақтар шығып кетсе, бірінші себебі бауырдың жұмысы нашарлаған кезде пайда болады. Екіншісі, нақты себебі адам ағзасына қажетті витамин Е қорының азайып кеткен кезде адам бетінде старческие пятна, қара дақтардың барлығы адам бетіне шығып кетеді. Яғни емдемес бұрын дәл себебін анықтап барып емдегендеріңіз сіздерге әлдеқайда нәтижелі болады. Егер толыққанды тексерілгіңіз келетін болса, бауырдың жұмыс жасау функциясын және де витаминдер қорын, соның ішінде витамин Е деңгейін анықтамаларыңыз келетін болса, квантовый магнитті биоанализатор аппаратына диагностика өтіп, нақты анықтап, соған байланысты ем шараға көшіңіздер. Толыққанды ақпарат алу үшін төмендегі WhatsApp нөмірге жазыңыздар немесе хабарласыңыздар. Беттегі қара дақты ұзақ созып жүре бермей, тезірек әрекетке көшіңіздер.